Жуырда мектеп оқушыларының демалысын қысқарту туралы ұсыныс пікірлер айтылған еді. Ал білім және ғылым министрі Асхат Аймағамбетов аталған мәселе әлі де зерделенуде деп мәлімдеді. Алайда қабылдану мүмкін жаңашылдық қазір қоғамда қызу талқыға түсті. Бұған ата-аналар тарапы не дейді? Сауалнама жүргізіп көрдік. Өте қиын болғандықтан, өте қазіргі тақырыптары да беріліп жатқан үй тапсырмалары да өте күрделі. Балалардың миы ашып жатыр, шыны керек. Ал енді ол қазіргі таңда жазғы каникулды қысқартатын жағдай болса, мен қолдамаймын. Ол баланың өзінің қабілетіне байланысты деп ойлаймын әр нәрсеші. Ол біз білімді ұзартқанмен, қысқартқанмен ешқандай результат болатын сияқты емес. Бала ол қай жерде болсын оқиды. Ал оқымайтын бала ол оқымайды. Ол себептен оны баланы оқып кету үшін үйдегі қадағалау мықты болу керек. Барлығымыз мұғалімнен көреді, анадан көреді. Бірақ өзі үйде қадағаламайды. Бала тәрбиелеп отырған ата-аналардың басым бөлігі осындай пікірде. Дегенмен сауалнама барысында ену мүмкін өзгеріске оң пікір білдіріп, қолдайтындар да табылды. Баланың бос уақытынан көріп білім алғаны дұрыс. Соғұрлым есік алда ойнап уақыт өткізеді. Көп білім алғаны дұрыс әрине. Заман талабына сай солай болған дұрыс. Дәл қазіргі уақытта министрлік каникулды қысқартуға қатысты зерттеу жүргізуде. Оған әдіскерлермен қоса психологтар да тартылыпты. Ал білім саласының ардагерлері қандай пікірде? Баланың демалыс уақытын дамыған елдердегідей қысқартқан жөн бе? Балалардың, оқушылардың терең білім алғаны дұрыс. Сондықтан мен ойлаймын, енді осы пандемия уақытынан бастап, 20 жылдан бастап білім сапасында кішкене төмендеушілік байқалады ғой, білім сапасының төмендеуі. Үйден білім алды, дистанционды қашықтықтан. Ол жерде енді ата-аналар жауапты болды мұғалімнен көріп. Ол жерде қаншалықты енді кез келген ата-ана ол мұғалім емес қой. Алдыңғы жылы онлайн болды, биылда кішкене жаңағы осындай жағдайлар болды. Балалардың енді сапасы, білімінің сапасын мен айтпаймын, жақсы деп қазірше. Енді баланың аты бала ғой, олар балалыққа салады да, енді бір мынандай қалай айтсам бір саналы, әбден ата-анасы қарап отқан балалар, солар кішкене енді білімге не береді да, ал енді басқа балалар, ойын балалары кішкене жаңағы босасып кетті. Бір жағынан жаңағы енді ойламайын, бүкіл жаз бойы. Ол кетті бір 10 шақты күн оқыса, мен, например, қарсы емес, мен ойлаймын, ол дұрыс. Демек, білім саласының ардагерлері қарсы емес, керісінше қолдап отыр. Еске сала кетейік, бұған дейін бизнесмен, бино мектептерінің құрылтайшысы Айдын Рахымбаев оқу жылын 34-тен 38 аптаға ұзартуды ұсынған. Айтуынша, дамыған елдерде оқушылар сабағы 40 аптадан асса, Қазақстанда 34 апта. Сөйтіп, балалар жыл сайын оқудың 1-1,5 айын жоғалтадымыз. Ал облыстық білім басқармасының ресми өкілі өзгерістің жүзеге асуы қаншалықты мүмкін деген сауалға былай деп жауап берді. Мектеп оқушыларының каникулын қысқарту туралы білім министрлігі тарапынан зерттеу жүргізіліп жатыр. Зерттеудің нәтижесі, шешімі шығарылған кезде міндетті түрде хабарланатын болады. Ақкенже Асанқызы, Нұртай Ыбырай, Мелбек Соранбай, Аймақ.